көп балалы жанұямыз. Бұл дүниеде ең жақын адам бұл ана мен әке. Сондықтан мен өз әкемнің Любен Несер Ефремовичпен мақтан етемін. Себебі біздің әкеміз Ұлы Отан соғысының ардагері. 1939 жылы ол әскери қатарына шақырылған. Сондықтан бұрынғы адамдар олар 3 жыл әскери қатарында болған, бірақ осы 1941 жылы соғыс басталды, әкеміз қалды. Көп балалы жанұя болғасын, әкеміз ең бірінші орынға еңбек қойған. Ол өте жай, адал, еңбекқор адам болған. Сондықтан өз балаларына осы еңбекпен тәрбие берген. Сондықтан мысалы жұмыстан бос уақытында ол бақшамен айналысқан. Кешке мысалы осы соғысқа қатысып келген ғой, көзі нашарлап кеткен, бірақ та оқу әдебиетін өте жақсы көрген. Бізге білім берді. Мен мысалы әкемді үлкен жұлдыз деп санаймын. Осы әкеміз мысалы соғыс туралы, бұл соғыс Ұлы Отан соғысының ардагері ғой, бірақ осы соғыс туралы көп да айтпаған. Себебі жүрегі ауырған болар, осы бәрін көзінің алдында өткесін. Сондықтан біздерге осы мысалы жұмыс туралы, өзінің мысалы достарының әңгімесін, отбасы туралы бізге кеңес ретінде ме соны айтып отырды. Осы анамыздың сөзі есімнен кетпейді. Анам былай деді: бір әке 10 баланы асырайды, ал 10 бала бір әкені асыра алмайды, қарт үйлеріне тапсырады. Менімше ол барлық отбасынан басталады. Тең келмес басқа жанда